Сөз депутат Иса Қазбек Жарылқасынұлына беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мәдиқызы. Ақжолдың сауалы премьер Бектеновке. Әдебиет пен мемлекет арасында байланыс рухани дамудың айғағы. Мемлекет әдебиетке назар аударса, қоғамның рухани иммунитеті күшейеді. Биыл президент Тоқаев қазақтың көрнекті жазушысы Төлен Әбдіктің егемендегі сұхбатына жоғары беріп, ұлт руханияты үшін аса маңызды екенін атап өтті. Мемлекет басшысының жазушыға жазған хаты мемлекет пен әдебиет арасындағы жаңа рухани стратегиялық серіктестіктің бастауы деп білеміз. Қазақ әдебиетінің дамуы мен ұлттық рухтың жаңғыруының кепілі болуы тиіс. Мемлекет мәдениетке инвестиция жасап, жазушы мен өнер қайраткерлерінің беделі көтерілуі керек. Мемлекет басшысының қазақ әдебиетінің болашағына алаңдап, рухани үндестік танытуға мәдени саясаттың жаңа кезеңін қалыптасқанын көрсетеді. Үкімет бұл үн қатысуды жүйелі форматқа айналдырып, әдебиеттегі ұлттық сана мен рухтық жаңартудың негізгі тетігі ретінде дамытуы керек. Мақсат не? Мақсат қазақ әдебиетінде жаңа заман кейіпкерін қалыптастыруды мемлекеттік рухани саясаттың басым бағыттарын айландыру. Үкімет пен әдебиет арасындағы мәдени үн қатысу жүйелі диалогтық платформа ретінде бекіту. Мұндай үн қатысу әдебиеттің мемлекеттік саясаттағы мәртебесін арттырып, рухани тәуелсіздіктің іске асуына ықпал етуі тиіс. Қазіргі замандағы саяси тұрақтылықтың өзі мәдени және рухани үйлесімге тәуелді. Әдебиет мемлекеттің рухани коды, ғылымның идеясы, жалпы негізін айтқанда ұлттың мәңгілік рухани жаны. Әлемдік дипломатияның жілігін шағып, майын ішкен мемлекет басшысы әдеби дипломатия арқылы көптеген елдердің өз ықпалын жүргізіп отырғанын жақсы біледі. Мысалы, Франция Гюго мен Камю арқылы, Жапония Мураками арқылы. Бұны әдебиеттің ұлттық идеологияның жұмсақ күші дегеніміз осы. Халықтың елдік санасын және ұлттық бірегейлігін арттыратын ол әдебиет. Мемлекет пен ғылымның дамуы ең алдымен әдебиетке, руханиятқа байланысты. Ғылым мен техника қанша дамығанымен, әдебиет болмаса, қоғамның жаны негізі болмайды. Билік басындағы бір адамды ғана Нобель сыйлығына ұсыну мақсаты қаншама дарынды жазушыларға тосқауыл болып келген 30 жыл артта қалды. Енді мемлекет басшысының өзі әдебиетке қолдау көрсетуде. Алайда қазіргі қоғамда заманауи әдеби кейіпкердің бейнесі толық сомдалмаған. Әдебиет пен мемлекеттің арасында өзара ықпалдастық әлсіз. Жас буынның әдебиетке қызығушылығы төмендеп бара жатыр. Сондықтан бұл бағытта жүйелі мәдени саясат пен рухани бағдар қажет. Қазіргі қазақ әдебиетінде рухани дағдарыс байқалады. Өткен заман сөрлеуінен шыға алмаушылық бар. Ал қазір елге болашаққа сенімді жарқын жол көрсететін шынайы шығармалар керек. Өйткені бұл жастарға ұлттық ұстаным мен жарқын жаңа заманғы жаңа технологияны ұштастырған ұлттық әдеби кейіпкер керек. Қазақтың саңлақ жазушысы Саттар Ерубаев өткен ғасырдың 30-шы жылдары зұлмат кезеңде жүріп, 20 жасында жазған «Менің құрдастарым» романы секілді өз замандастарын сомдаған, олардың жасампаздығын толғаған, ұлттық әдебиетте тұлғалық және рухани жаңаруды жырлаған кесек шығармалар керек. Біздің ұсыныстарымыздың бірі Қазақстанда да ақш, Қытай, Германия үнделдеріндегі сияқты әдебиет үйірмесін ашу керек. Кеше Кеңес одағының өзінде әдебиет үйірмесін ашып, қаншама жазушыларды дайындап шығарды. Ал қаламгерлер алаңсыз шығармашылықпен айналысы үшін олардың қаламақысы мәселесін нақты шешіп, жолға қойылуы керек. Жалпы ұсыныстарымыздың тізімін жазбаша жібереміз. Құрметпен Ақжол фракциясы депутаттары. Рахмет.